Сәлеметсіздер ме студенттер? Алматы қаласы жоғары медициналық колледжі қазақ тілі пән әдебиеті оқытушысы Тәжиев Ерболұлы. Бүгін бізде қазақ тілі сабағының тақырыбы зияткерлік миграция пайдасы мен қаупі, тілдік бағдар, ресми қағаздар стилінің оның тілдік ерекшеліктері. Ал сабағымыздың оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу, тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен сөйлеу, одан кейін мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстар мен үрдістерді талдап, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру өзіндік жұмыстарын жасау. Ресми қағаздар стилдің тілдік ерекшеліктерімен бірге олардың түрлерін жазылу құрылымын ерекшеліктерімен танысып, күнделікті қолданыс барысында сауатты жазуға үйренеді. Жалпы психологиялық ахуалға байланысты жүректен жүрекке әдіс арқылы студенттер бір-бірімізге топтастыру арқылы иммиграция құру арқылы екі топқа бөлініп, бір-бірімізге жақсы тілек, жылы жүректен арқылы бір-бірімізге тілек айтамыз. Қазақ тілі сабағында психологиялық ахуал қалыптастыру үшін жақсы тілек жүректен демекші, бүгін сабағында сізге тілейтін зор денсаулық. Аспаның ашық болсын. Оқуда лаззат бол. Бақытты бол. Бүгінгі сабақта алдың. Денсаулық. Әрдайым күнде жүр. Ешқашан алдым. Бірімді бол. Арманыңа жет. Бүгінгі сабақта саған тілек. Жүрегің кең болсын. Адал достар тілеймін. Бірінші курста жақсы бол. Жақсы мамандық иесі бол. Сола жолың жарқын болсын. Аспаның ашық болсын. Әрқашан келе жүр. Жұмысың сау болсын. Барлықтарыңа мың рахмет, ал мақсатымызға жетейік. Қазақ тілі сабағында үйге берген тапсырма миграция әлеуметтік құбылыс, тілдік бағдар сөз талап берген болатын. Сол тапсырмасына байланысты кубизм әдісі бойынша өткен білімдерін тексеру арқылы зерттеңіз, салыстырыңыз, сипаттаңыз, әдіс тәсілдері бойынша қазіргі қоғамда қандай әлеуметтік мәселелер бар? Кім жауап береді осы сұраққа? Қазіргі қоғамда қандай әлеуметтік мәселелер бар? Қазіргі қоғамда көптеген әлеуметтік мәселелер бар. Соның ішінде коммуникацияны айтуға болады, экологиялық жағдайларды алуға болады. Және ең ауқымдысы бұл миграция мәселесі болып саналады. Жақсы. Ал келесі сұрағыңыз көші-қон әлеуметтік мәселеге жата ма? Неліктен? Көші-қон әлеуметтік мәселеге жата ма? Әрине, ең алдымен бір елде көші-қон саны артып кететін болса, ол елде халық санының азаюына, демек сол елдің демографиясының төмендеуіне, ал демографияның төмендеуі ол табыс көзінің азаюына, ал табыс көзі ол экономикаға жауап береді. Сол себепті бұл әлеуметтік мәселеге жатады деп ойлаймын. Жақсы. Кубизм әдісі бойынша өткен білімдерді тексеру, зерттеңіз, салыстырыңыз, сипаттаңыз, әдіс тәсілі бойынша келесі сұрағымыз көші-қон қандай жағдайда орын алады деп ойлайсың? Кім жауап береді осы сұраққа? Негізінен көшіп-қоны мысалы бұрынғы замандарда бұл яғни соғыс арқасынан, соғыстың кесірінен халық көшіп қонса, қазіргі заманда экономика жағынан халық көшіп қонады. Яғни мысалы шетелге оқуға барып, сол жақта білімін әрі қарай дамытып, сол жақтан тәжірибе алмасу ретінде көшіп-қоны Қазақстанда солай есептелінеді деп ойлаймын өз ойым. Дұрыс па жауап бергені? Келесі біздің сұрағымыз кубизм әдісі бойынша өткен білімдерді тексеру, зерттеңіз, салыстырыңыз, сипаттаңыз әдісі бойынша төртінші сұрағымыз жаратылыстану және математика бағытындағы мамандықтардың аталған ұйымдардың жұмысын жандандыруға қандай ықпалы болуы мүмкін? Кім жауап береді? Негізінде сен қазіргі таңда осы түрлі мамандықтар бойынша, яғни программист мамандығы алайық, IT мамандығы, ол бойынша бізде Қазақстанда көптеген мүмкіндіктер бар. Қазіргі таңда бізде түрлі платформалар, технологиялар дамуда, сонымен қатар біздің Қазақстанға осы тікелей әсері бойынша IT мамандары кәдімгідей көп мөлшерде көмектесуде. Ағаймен болдың. Жақсы. Ал келесі сұрағым миграцияның көші-қон бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Жалпы эмиграция мен иммиграцияның айырмашылығы бар. Эмиграция бұл белгілі бір себептердің арқасында елден біржолата көшіп кету. Ал иммиграция бұл бір мақсатпен, бір жұмыспен, іс қағаздармен барып келіп, солай жүргізіледі. Дұрыс па? Зияткерлік миграция дегеніміз бұл белгілі бір себептерге байланысты басқа мемлекетке қоныс аудару болып саналады. Ол бірінші себебі жұмыс бабымен мақсатқа шетелде жұмыс істеу,
мемлекеттік өзге мектепте екінші тарапынан оқу орнын ауыстыру басқа мектепке жоғары білім алу болып табылады. Ал Қазақстандағы зияткерлік миграцияға басты себептің бірі болған ол болашақ бағдарламасы. 1993 жылы экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен. Ал соның ішіндегі жалпы болашақ бағдарламасындағы жалпы медициналық қызметке құрамын тапсыруын есептік статистика жіберетін болса 4,3 миллион адамды құрайды. Ал оның ішінде медицина қызметкерлері 86%. Америка құрама штаттарында, Канадада, Ұлыбритания, Германия, Австралия секілді жалпы мемлекеттерде жалпы жұмыс жасалған. Бұл дегенмен әлемдегі 57 елдің медицина қызметкерлерінің жетіспеушілігін көрсетеді, яғни тапшылығы. Сондықтан да болашақта бізде медицина мамандықтары әр елге өзіне алудай қажет етеді. Соның ішінде бізде ресми қағаздар стилі, оның тілдік ерекшеліктері бізде жүзеге асады. Ал ресми қағаздар стилі дегеніміз бұл аясында қызмет ететін стильдердің бірі. Бұл ауызша, жазбаша түрінде жүзеге асады. Ол бір оның түрлеріне келетін болсақ, азаматтық қатынастарды реттейтін қағаздары, екіншісі жеке адамның емес қағаздары, үшіншісі басқару ұйымдарына шығарып қарсы қағаздары түрлеріне жатады. Келесі ол ресми қағаздар қандай құжаттар жатады? Оның ішінде сенімхат, қолхат, сұранысхат, өтінішхат, бұл медицина саласында, өзге салаларда да өте қажет етілетін құжаттардың бірі болып саналады. Келесі ол ресми қағаздардың стиліне тән ерекшеліктеріне орай бұл біріншіден мәтін өте жинақы құрылады, екінші мазмұны қысқа әрі тұжырымды дәл нақты баяндалады, үшіншісі белгілі бір тәртіппен жүйе орналасады, сөздерде термин сөздер нақты тура мағынасында пайдаланады, экспрессивті эмоционалды сөздер мүлдем болмайды. Сонымен бірге баяндау, хабарлау түрінде келеді, қалыптасқан мазмұндық құрылымдық нормаларға қатаң сақталады. Оның ішінде сенімхат, қолхат, арыз, өтініш, өмірбаян, мінездеме, заңдар, ұсыныстар жүзеге жатады. Миграция мәселесіне үлкен мән бере отырып, біз бағана бейнебаянды тамашаладық. Соның өсірін жазылым мен айтым тапсырмаларына орай миграцияға байланысты тапсырмаларды орындаймыз. Мәтінмен жұмыс жасап оқып танысамыз. Содан кестемен жұмыс жасаймыз. Соңында біз постер қорғап, ойымызда екі топ иммиграция екі топ қорғап ойымына айтады. Осы қорғауға 1 минут уақыт беремін. Оймоншақ тыңдау мен айтылым миграциясы бойынша, зияткерлік миграциясы бойынша тапсырма сіздерге бердім. Мәтін бойынша кестемен жұмыс бойынша соңына қарай тапсырманы қорыта отырып, топс формуласы арқылы сіздер постер жасап қорғау керексіздер. 1 минут уақыт бердім, уақыт аяқталды. Кім дайын? Сіздердің назарларыңызға топс формуласын ұсынамыз. Біздің ойымызша, Қазақстандағы әрбір азамат өз елінде өмір сүріп, өзінің карьерасын, бүкіл өмірін жалғастыруы тиіс. Себебі біз оны былай түсіндіреміз. Өйткені Қазақстанның 38%, әрбір 38% қазақстандық басқа елге көшіп кетіп, сол жақта өзінің жұмысын, карьерасын жалғастырып жатыр. Және де болашақ мамандар Қазақстанның жас адамдарын басқа елде өзінің тіршілігін жалғастырып жатыр. Бұл Қазақстандағы жаһандану мәселесі жалпы ұлтымыздың түп тамырына үлкен әсерін тигізіп жатыр. Еліміздің жоғары білім алған азаматтары басқа елге қоныс аудару ол ақыл ойдың ағынының күшейіп және қоғамымызға кері әсерін тигізуде. Сонымен қатар статистика бойынша біз түсіндіретін болсақ, 2000 жылы жоғары техникалық мамандарды, яғни даярлау мақсатында 13998, ал педагогика саласында 5460, ал экономистер 3906, ал медицина саласында 2806 білім алған азаматтар басқа елге көшуде. Ал 2017 жылы экономистер бірінші орында алып тұр, ол 2805, ал педагогика саласында 1653,
жалпы медицина саласындағы 578 еліміздің болашағы ғылым мен білімнің дамуына байланысты тікелей ықпал ететін бүгінгі жастардың ақыл ойы, жалпы интеллектуалды мамандарды жоғалту ол біз үшін үлкен шығынға келіп отыр. Осыған байланысты біз мынандай қорытындыға келдік. Әрбір Қазақстан азаматы өз жерінде көбейіп, әрбіріміздің қуанышымыз үшін Қазақстан азаматтары өз елінде тіршілігін жалғастыру керек. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан болу керек. Попс формуласы мен ойманша әдіс арқылы попс формуласымызды қорғау анын уақыт бердік. Бірінші топты бағана тыңдадық. Иммиграция тобын, келесі иммиграция тобы шығамыз отады. Бізде иммиграция дегеніміз не? Иммиграция дегеніміз қандай да бір уақыт аралығында басқа елге қоныстану болып табылады. Иммиграцияның мүмкіншіліктеріне тоқталып кететін болсақ, бұл көп ақша табу, өз мүмкіндігін сынау, қабілетін сынау, және де өзінің зияткерлік иммиграцияны айтсақ болады. Бұл зияткерлік иммиграция дегеніміз не? Бұл жастарға арналған жаңа бағдарлама. Бұл жастардың басқа елдерге барып, білім алу барысына арналған иммиграцияның бір саласы болып табылады. Көп ақша табу, яғни көп ақша табуға келісемін. Өйткені Қазақстаннан қарағанда шетелде сомақы көп, жалақы көп беріледі. Өз мүмкіндігі, яғни қабілетін сынауы. Яғни бұған да келісемін. Себебі өзінің мүмкіншілігі арқылы ол көптеген өзінің қалағанын атқара алады. Ал жеке басын ғана күйттеу бұнымен келісуге болады, өйткені әр адамның өзінің жеке бас проблемаларымен кету міндет болуы мүмкін, және де шетелдерде мүмкін Қазақстан қарағанда сол шетелдердегі зияткерлік миграция пайдасы мен қаупі, ресми қағаздардың тілдік ерекшеліктерін бүгін біз өттік. Тақырыпты постер жұмысын жасадық, дәптермен жұмыс жасадық, сабақта жұмыс жасауында топтық жұмыс, жеке жұмыс, соған орай сіздерге берген тақырып дерек көздерінің 2022 жылы зияткерлік миграция бойынша ақпарат құралдарды жинап, оны мәтін графиктік мәтін құрап келу дәптерге. Соған орай біздер бүгін құрап келеміз. Содан кейін келесі біздің сабақта алған қандай әсерлерін рефлексия әдісі бойынша постерге жазған әсерлеріңізді стикермен жазыңыздар. Қандай әсер алдыңыздар? Сабақ жақсы өтті ма? Қандай көңіл күйде өтті? Одан кейін келесі топ сіздер осы менің ойларыңызды, пікірлеріңізді, эмоцияларыңызды стикерге жазып білдіріңіздер. Қалай өтті?